үлкен қаражат көлеміндегі тапсырыстарды алуға қорқыныш бар, ұнамай қалса, көңіліңнен шықпай қала ма деген. Кейде дедлайн үлгермеймін, сол қорқынышты қалай жеңсе болады дейді. Бұл қорқыныш шәкірттердің көбісінде бар. Бірақ бұл қорқыныштан шығудың жолын біз оларға жақсы үйреткенбіз. Неге? Себебі үлкен проект алатын кезде жақсы ұстаз табу керек, жақсы бір тренер, коуч табу керек. Неге? Себебі біз анау проект алатын кезде осындай қорқыныштарға көмектесетін бір ұстаз болса. Мысалы, олимпиада ол кәдімгідей үлкен проект деп айтайық. Қазақстанның атынан барасың, сен ояқтан жеңіліп қалсаң, кәдімгідей қорқынышты, ол абырой, Қазақстан абыройын түсіресің. Сол үшін не істейсіз? Сіз үлкен жақсы бір тренер табасыз. Ол тренер сізді олимпиадаға дайындап, сіздің сізге кәдімгідей көмектеседі. Тренерлер негізі ақша алмайды. Көбінесе енді ақшаға жұмыс жасамайды, олар нәтижеге жұмыс жасайды. Сол себепті осындай үлкен қаражаты бар тапсырыстарды алған кезде бір үлкен тренер тауып жақсы. Сол кісімен айтсаңыз, мен осындай проект алдым, қандай қорқыныштар болуы мүмкін, қалай жеңемін деген сияқты. Ал тренер оны біледі, қалай өту керектігін. Себебі ол оның ондай проблеманың көбісін жасағанда ол басынан өткен. Сол үшін сізге айтып береді, ана жерінде мынандай қиыншылық болады, ана жерде мынандай қиыншылық болады. Сол үшін сізге кішкене дедлайнды ұзарту керек дегендей.